Сәлем, 3-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 3-ші модульдегі сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. 38, 39, 40, 41-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басып кетіңіздер. Олай болса, 38-ші бетті ашамыз. Exercise 9, 9-ші тапсырма. Listen and read. Бұл жерде тыңдалым және оқылым. Мен оқып беремін және аударып, ал сендер тыңдап, менен кейін қайталап оқисыңдар. Бірінші суретке қараймыз. Oh no, it's 8 o'clock. О, жоқ, сағат 8 болыпты ғой. Екінші суретте. Every day I get up at 8 o'clock. Мен күнде сағат 8-де тұрамын. Үшінші суретте. I have a shower and I brush my teeth. Душ қабылдап, тістерімді жуамын. Төртінші суретте. Then I have breakfast. Сосын таңғы асымды ішемін. Бесінші суретте. Then I go to school. Сосын мен мектепке барамын. Алтыншы суретте. Артынан анасы шығып. Where are you going? It's only 6 o'clock. Қайда бара жатырсың? Сағат әлі 6 ғой, деп айтады. Лиам болса, stupid clock, ақмақ сағат, яғни сағатты алдап, 2 сағат алға жүріп, сағат 6-ны 8 деп көрсетіп, Лиам сағат 6-та сабаққа бара жатады. Міне осындай әңгіме құралған диалог. Енді балалар, келесі 39-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Exercise 10. Read the story and complete. 10-ші тапсырмада жаңағы әңгімені қайта оқып, мына сөздерді толықтыру керекпіз. Мысалға, бірінші сөйлемде Liam gets up at 8 o'clock. Лиам сағат 8-де тұрады. Келесі, he has a shower. Одан кейін ол душ қабылдайды. And he brushes his teeth. Сосын ол тісін жуады. Үшінші, төртінші. Then he has breakfast. Содан кейін таңғы асын ішеді. And then he goes to school. Одан кейін ол мектепке барады. Міне осылай 10-ші тапсырманы жазып аламыз. Exercise 11. Thinking cap. Choose the right sentences. Балдар, мына жерде 11-ші тапсырма ойлану тапсырмасы, яғни суретке қарап тұрып, мына 3 сұрақтың қайсысы суретке сәйкес келеді екен, соны анықтауымыз қажет. Суретке қараймыз, 3 сұрақты оқимыз. Бірінші сұрақ, what time is it? Сағат қанша болды? Екінші сұрақ, who is it? Ол кім? Үшінші сұрақ, where are you going? Қайда бара жатырсың? Балалар, енді ойланайықшы, осы сұрақтың қайсы сұрақ суретке сәйкес келеді деп ойлаймыз. Яғни сағат қанша болды? Келмейді, Мынау кім? Ол да сәйкес келмейді. Where are you going? Сен қайда бара жатырсың? Міне осы үшінші сұрақ 11-ші жаттығуға сәйкес келеді. Келесі 12-ші тапсырма, балдар. 12-ші тапсырмада act out the story. Яғни осы әңгімені сыныпта айтып берулерін қажет. Ол ауызша орындалатын тапсырма. Тапсырмамызды ары қарай жалғастырамыз. Exercise 13, 10-ші тапсырма. Talking point. Listen and read, make a new dialogue with your friend. Мына жерде диалог берілген. Осы диалогты бірінші тыңдаймыз, кейін оқимыз, содан кейін осы сияқты өзіміз досымызбен диалог құраймыз. Бірінші Марк пен Люсидің диалогын оқып берем, балдар. Содан кейін өзіміздің диалогты құраймыз. Марк, what time do you get up, Lucy? Сағат нешеде тұрасың, Люси? Люси, I get up at 7. What about you? Мен сағат 7-де тұрам, ал сенше? Марк, I get up at 6. What do you do then? Мен сағат 6-да тұрам, одан кейін сен не істейсің? Люси, I have breakfast and then I go to school. What about you? Мен таңғы асымды ішемін және одан кейін мектепке барам, ал сенше? Марк, I brush my teeth and then I have breakfast. What time do you go to bed? Мен тісімді жуам және таңғы асымды ішемін. Сағат нешеде ұйықтауға барасың? Люси, I go to bed at 9. Мен ұйықтауға сағат 9-да барамын, депті. Балалар, енді мен астына өзім осы диалогқа ұқсас диалог жаздым, яғни оны өзгертіп жазуға болады, аттарын да өзгертіп жазуға болады. Мен тек қана мысал ретінде жаздым, жазып алсаңыздар болады. Астында келесі sound spot. Sound spot дегеніміз дыбыстық ереже, яғни S дыбысы, бізде бүгін өтіп жатқанымыз S. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Бірінші суретте gets up, ұйқыдан тұру. Drinks, ішу. Place, ойнау. Бұл 14-ші тапсырма.
Келесі exercise 15. 15-ші жаттығу. Complete, then listen and repeat. Қалып кеткен сөзді толықтырып жазып, әріпті одан кейін оқуымыз керек. Тыңдап оқимыз. Мына жерде Sally үшінші жақта тұрғандықтан get'тің артына біз gets up s-ті қоямыз, gets up early, drinks milk and plays football. Sally ұйқысынан ерте тұрады, сүт ішеді және футбол ойнайды. Яғни gets up, drinks milk, plays football деп барлық етістіктің артына s шығарып шықтым. Ал олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі бетті ашамыз. 40-шы бетті days of the week. Week деген апта. Days деген күндер, яғни апта күндері, 7 апта күні. Ағылшынша тыңдаймыз, listen, point and repeat. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, дүйсенбі, Tuesday, сейсенбі, Wednesday, сәрсенбі, Friday, жұма, Saturday, сенбі, Sunday, жексенбі балдар. Қайталап тыңдап, оқып шығамыз. Оқып болсақ, астындағы exercise 17. 17-ші тапсырмаға қараймыз. Talk with your friends. Достарыңмен сөйлес дейді бұл жерде. Мына жерде күнтізбе берілген, Monday бірінші күні футбол ойнаймыз. Monday play football. Wednesday visit my grandparents. Сәрсенбі күні ата-апама барам. Friday tidy my room. Жұма күні бөлмемді жинаймын. Sunday go camping. Жексенбі күні лагерге барам, Saturday go fishing. Сенбі күні балық аулауға барам. Thursday play with my friends. Бейсенбі күні достарыммен ойнаймын. Tuesday play the guitar. Сейсенбі күні гитара тартам. Енді үш жігітті берген, сол үш жігіт бір-бірімен сөйлесіп, яғни диалог құрап, өздерінің диалогын жазады. Мен астына жазып кеттім, қысқаша диалог жазып кеттім. Соны жазып алсаңдар немесе өзгертіп жазсаңдар да болады. Енді балалар, келесі бетке қараймыз. 41-ші бет. Бұл жерде study spot деген ереже деп айттым, бірінші мысалдарды оқып аламыз. Бірінші мысал, our favorite day is Sunday. Our, біздің favorite day, сүйікті күніміз, is Sunday, ол жексенбі. Келесі сөйлем, we go to the park. Біз паркке, саябаққа барамыз. Келесі, we don't play football. Біз футбол ойнамаймыз. Бұл жерде балалар нені көріп тұрмыз? Яғни бірінші сөйлемде we go to the park. Сөйлем болымды болып тұр, Келесі сөйлемде паркке, саябаққа барамыз. Ал келесі сөйлемде we don't play football. Сөйлем болымсыз болып тұр. Яғни бұл жерде do not деген қосымша сөз көмекке келіп тұр. Яғни болымсыз жасаған кезде біз алдына don't қысқартылған түрі тұр. Don't деген сөзді қою керек екенбіз етістіктің алдына. Біз футбол ойнамаймыз. Келесі, we ride our bikes. Біз велосипед тебеміз. Және соңғы сөйлемде сұраулы сөйлем қараймыз. Do you go to the park on Sunday? Сен саябаққа сен жексенбі күні барасың ба? Дейді. Яғни бұл жерде сөйлемді сұраулы жасаған кезде біз жаңағы do деген көмекші етістікті алдына шығарып жазады екенбіз. Көрдік пе, балдар? Бұл жерде ережеде екі ерекшелік бар. Біріншісінде сөйлем болымсыз, яғни негативті болған кезде біз don't дегенді қоямыз. Ал сөйлем сұраулы болған кезде сөйлемнің басына do деген көмекші етістікті қоямыз. Міне ереже осы, балдар. Бұны жақсылап, жаттап, түсініп аламыз. Енді балалар, осы ережеге сәйкес біз астындағы тапсырманы орындаймыз. Exercise 18, read and answer. 18-ші тапсырма, оқы және жауап бер. 3 сурет берілген, сол суретке байланысты жауап беру керекпіз. Мысалға, бірінші суретте былай жазып қойыпты. We go to the park on Sunday. Біз жексенбі күні саябаққа барамыз деп тұр, Екінші суретте we listen to music on Saturday. Біз сенбі күні музыка тыңдаймыз деп қойыпты. Үшінші суретте we watch TV on Friday. Ал біз жұма теледидар көреміз дейді. Енді астына сұрақтарға біз дұрыс жауап беру керекпіз. Мысалға, бірінші сұрақта do Dana and Айдар tidy their rooms on Sunday. Айдар мен Дана жексенбі күні бөлмелерін тазалайды ма? Жоқ, олай айтылмаған, саябаққа барады. Сондықтан жоқ дейміз. No, they don't. They go to the park on Sunday. Олар
олай емес, олар жексенбі күні саябаққа барады деп жазамыз. Келесі сұраққа оқимыз. Do Әсел and Сәуле go to school on Saturday? Сенбі күні, мына екінші суретте Әсел мен Сәуле мектепке барады ма? Төбеде жазып қойған, біз музыка тыңдаймыз деп. Онда дұрыс емес, жоқ деп айту керекпіз. No, they don't. They go to the school on Saturday. Міне осылай жауап жазамыз. Және соңғысы, do Ұлан and Дамир ride their bikes on Friday? Дамир мен Ұлан жұма күні велик тебеді ме? Жоқ, олар теледидар көреді, сондықтан no, they don't. They watch TV on Friday деп. Міне бұл сөйлемде бірінші сұраулы сөйлем келген, екінші болымсыз жауап берген. Осы тапсырманы жазып аламыз. So, exercise 19, read and correct. Келесі тапсырма, 19-шы тапсырма, балдар. Бұл жерде сөйлемді қате берілген. Сендер ол қатені дұрыстау керексіңдер. Яғни ережеге қарап отырып дұрыстаймыз. Мысалға біріншісінде Liam don't play the guitar деген. Бұл жерде Liam үшінші жақ he, she, it болғандықтан don't болмайды, doesn't болады. Дұрыстаймыз. Келесі where does they go on Friday? Бұл жерде does дұрыс емес. They көпше түрде болғандықтан does емес, do болады. Where do they go on Friday? Олар қайда барады жұма күні? Келесі what time do you get up? Сағат нешеде тұрасың дейді. Сен деп тұр екінші жақта, сондықтан s жалғанбайды. S тек қана he, she, it үшінші жақта жалғанады. Келесі 4. Lily drink milk in the morning. Бұл жерде қате drinks болады. Өйткені Lily үшінші жақта he болып тұр. Келесі Lily and Charlie doesn't like burgers. Бұл жерде doesn't дұрыс емес, өйткені Lily мен Charlie көпше түрді білдіреді, екі адам болғандықтан. They don't болады. Келесі, they plays football every day. 6. Бұл жерде they көпше түрде тұрғандықтан s болмайды. They play football every day. 7. Does you play the violin? You сен екінші жақта болғандықтан бұл жерде does емес, do болады. Келесі, he don't go to school on Sundays. 8. Бұл жерде he үшінші жақ болғандықтан don't болмайды, doesn't болады. Дұрыстаймыз. Келесі 9. We gets up at 7 o'clock. We көпше түрде болғандықтан біз, бұл жерде s болмайды. We get up болады. Және 10. He watch TV in the afternoon. Бұл жерде he үшінші жақ болғандықтан етістіктің артына s жалғаймыз. He watches TV in the afternoon. Осылай дұрыстап жазып аламыз, балдар. Келесі 20-шы тапсырма ол ойын. Оны сыныпта сыныптастарымен, апаймен бірге, мұғаліммен бірге ойнайтын боласыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды, балдар. Тіркелуді ұмытпаңдар. Келесіде бұдан да қызықты сабақтарды бірге орындайтын боламыз. Сау болыңыздар.